Ассалаумағалейкум, амансыздар ма? Аты жөнім Арман Құдайберген, Неге Кезет медиа порталының апталық жұмысына шолуды бастаймын. Жасқа толған коронавирус әлемдік экономикаға ойсырата соққы берген рас. Алыс беріс пен өндірісті бұлай қойғанда, мынау мәдениет пен өнердің дамуын тұралатты. Бір ғана Қазақстандағы кинотеатрлар пандемияда 20 миллиард теңге шығынға батты. Кинотеатрлармен қатар туындыларды тамашалайтын киносүйер қауымға да оңай соқпаған іспетті. Карантин талаптары жеңілдеген заман жұрттың көбі кинотеатрларға ағылды. Көппен ілесіп бізде отандық туынды «Любовь на миллион» атты кинокомедияға бардық. Режиссер Олжас Ибраевтың бұл туындысын тамашалаған нағыз маман қазақ кинокомедия жанрындағы ең сәтсіз туынды деп баға беруі әбден мүмкін. Өйткені ЛГБТ, букмекерлік кеңселер, ішімдік, жалпы осы іспетті санан улайтын біраз нәрсе астыртын жарнама жасалады, насихаты көп. Бұл жайында сайтымызда комедияға күлемін деп барып жылап қайттық атты материалды оқуды ұсынамын. Құрметті Неге Кезет оқырмандары, апталық шолудың көрермендері, сіздер жақсы білесіздер, Неге Кезет жақында жаңа жобаны бастаған Неге нақ. Неге нақтың осы апталық шығарылымы феминизм тақырыбына арналды. Жалпы ер мен әйел арасындағы теңдік мәселесі біраздан сөз болып келеді. Осы тақырыпта тілшіміз дайындаған керемет видео шолуды тамашалауды ұсынамын. Ол жайлы феминизм, қатындар көтерілісі деп Неге Кезеттің қызық видео айдарынан тамашалай аласыздар. Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі қоғам белсенділерінің мейрамханалар ашылды, тойханалар қашан ашылады деген сауалына жауап беріпті. Министрліктің жауабынша, тойханада қоғамдық арақашықтықты сақтау және оны бақылауда ұстау оңайға соқпайтын іспетті. Ал мейрамханада бәрі керісінше. Осы қоғамдық арақашықтық деген мәселені министр қоғамдық көлікке кірсе байқар еді. Бірақ жеке көлікпен жүретін министрлер оны қайдан білсін дейді тілшіміз. Тілшімізді мазалаған негізгі ой той емес, ол мектеп оқушыларының жай-күйі. Пандемиядан бері оқушы да, ата-ана да, оқытушы да әбден қажып бітті. Тілшіміз айдаған аталмыш мектепке барады атты сараптамада сіз көкейіңіздегі біраз сауалдың жауабын табасыз. Сондықтан оқып көруді ұсынамын. Экс-банкердің 290 миллион теңгелік кісені қайда? Аталған тақырыпта сайтымызда сараптама жазылды. Тарқатайық. Жуырда Жомарт Ертаев 11 жылға сотталды. Аталған іспен 36 адамда істі болды. Жалпы 36 барымташы мемлекеттен 114 миллиард теңге жымқырған деп айыпталып отыр. Жомарт Ертаевтың барлық дүние мүлкі тәркіленетін болды, бірақ дүние мүлік тәркіленері жоғалған, ұрланған 114 миллиард теңгенің есебін кім береді деп жұрт дүрлігіп жатыр. Осы ретте мен дәл мына суретке назар аударуларыңызды сұраймын. Ертаевтың қолындағы сағат тегін сағат емес. Аталған сағатты білетіндер бұны Ричард Милли атты бренд дейді. Бізде зерттеуімізде дәл осы маркасы қанша тұратынын іздеп көрген едік, 290 миллион теңгеге шыға отыр. Жалпы осы сараптамада сізге қызық болатын біршама дерек айтылады, ендеше оқыңыз. Елбасы неге күрсінді? Аталған тақырыппен сайтымызда ақпарат жарияланды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың баспасөз хатшысы Айдос Үкібай Твиттерде «Штрихи портреті» атты елбасының өмірі мен қызмет жолына арналған көп сериялы деректі фильмнің тизерін жариялады. Аталған тизерге қарасақ, елбасы күрсініп отыр. Бұл ауруды ешкімнің басына бермесін, тіпті саған да деген сынды сөздер бар. 1 желтоқсан күні хабар агенттігінің эфирінен «Штрихи портреті» көп сериал деректі фильмнің тұсауы кесіледі. Сіздер де аталған фильмді көріңіздер, Неге Кезет сайтын оқыңыздар. Мен осымен апталық шолуды тәмамдап, келер аптаға дейін қош сау болыңыздар деймін.